Барлықтарыңызға сәлем, мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді печкада кебаб дайындайтын боламыз. Люля кебаб. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный болып шығады, әрі тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Бізге керекті заттар: тартылған ет, аскөк, қызыл болгар бұрышы және пияз. Пиязымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз, майдалап, болмаса блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Пиязымызды турап болған соң, жаңағы болгар бұрышымызды алып, майдалап, кубиктап турап аламыз. Бұрышымызды турап болған соң, аскөгімізді де алып турап аламыз. Аскөк болмаса, өз қалауларыңызша кинзада, петрушкада қоса беруге болады. Енді барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл паприка, тәтті ащы емес, сұйық май құямыз. Барлығын құйып болған соң, керекті заттарымызды, дәмдеуіштерімізді салып болған соң, қолдың көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Барлығын араластырып алдық. Енді осылай қолдың көмегімен жаңағы люля кебаптарымыздың формасын жасайтын боламыз. Өз қалауларыңызша бұдан да кішірек немесе бұдан үлкенірек қылып жасай бересіздер. Люля кебабымыздың формасын келтіріп болған соң, противеньге пергамент қағазын төсеп немесе фольгамызды төсеп, осылай барлығын рет-ретімен қойып шығамыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Қатты күйдіріп, қатты пісіріп жібермейміз, қарап тұрамыз. Осылай барлығын рет-ретімен қойып шығамыз. Люля кебаптарымыздың барлығын жасап қойып алдық. Осылай шпажканың көмегімен екі жерін осылай басып шығамыз. Жаңағыдай айтып өткенімде 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің люля кебаптарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі көп уақытыңызды алмайды. Пешкаға салып қойыңыздар, өзі дайын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай сочный, әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Өз қалауларыңызша үстіне осылай пиязбен аскөкті араластырып, уксус азырақ су сеуіп берсеңіздер болады. Мен бұл жерде аскөкті қолданған жоқпын. Уксус, су, азырақ ащы қара бұрышты қосып, осылай пияздан мариновка жасап, бетіне қойып бердім. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.